Машылығы сухостой мен зеленканы сұраған адамдарға сухостойды көп адамдар андай не түсінеді, кепкен ағаш бірдеңе деп. Мынау міне зеленка. Зеленка дейтін әше бөлек қойып, сапасы несі бәрі. Мынау міне сухостойдың қасына әкелісіп қойдым. Сухостойдың мынандай көрінетін бар, көрінбейтін бар тесіктер бар. Сухостойдың әше біткен түрі. Сухостойдың жақсы түрі міне. Қызарып кеткен уже болды. Ағаштың сапасы бітті деген сөз. А мына уже мына ішіне шығып жатқан құрттар мынаның. Түсінікті болу үшін мына құрттар мына жинап қойған мына ішінде тұр мына құрт. Мына екеуінің айырмашылығы, мына мысалға бір штугы 10,5 мысалға 4.000 теңге болса, мыналар 3.500, 3.200 деп 3.000-ға да даже келістіруге болады мысалға. Көп адамдар арзан дейді, арзан дейді, арзанның ішінде міне. Екеуі де сасына. Мына келесветі. Мынаның келесветі почти тап-таза. Дым жоқ почти. Ағаштың бәрі бірдей ғой. Ағаш болса болды емес пе дейтін адамдарға түсінікті болу үшін көрсетіп жатқаным ғой. Кейбір адамдар айтып жатсаң, сенің ағашың алтын жалатқан ба дегенде әңгіме айтады да. Әңгіме алтын жалатқан жалатпағанда емес, ағаштың сапасында. Сасынаның өзі мысалға 4-5 сортқа бөлінеді. Сухостой дейді, зеленка дейді, полуобразной дейді, мысалға стропилалардың өздері сонда сөйтіп бөліне береді. Сосын көзі көп сорттар болады, көзі жоқ сорттар болады. Мысалға бірінші сорт, екінші сорт деп. Енді конкрет айтқанда бізге Қазақстанға жоғарғы сорттар келмейді. Жоғарғы сорттар келмейтін себебі олар келген күнде де ешкім оны алмайды. Жоғарғы сорттар мына мастердомда неде тұр. 2 метрлік ағаштың өзі 3.000 теңге, 4.000 теңге, 5.000 теңге, 2 метрінің өзі. А бізде мысалы 6 метрінің өзі ең қымбаты 4.000 теңге болып тұр, 6 метрінің өзі. А мынаны мастердомда 2 метрлігінің өзі 5.000 бірдеңе мастердомда. Сол себепті қымбат ағаштар сұрап өтірік шалқаятын адамдар түсінікті болу үшін айтып жатқаным ғой. Кейбір адамдар бар, кәдімгі жерден алып жерге салып кетеді. Сенікіне алтын жалатқан ба, андай ма, мындай ма. Сол үшін 2-3 сортын алғызып қойдық 10,5-тің. 10,5-тің дұрыстары сасына зеленка дейтін сорты. Сосын сасына зеленканың өзінің Кировтікі, Воловодскінікі, Свердловскінікі де сорттары бөлінеді. Өскен жеріне де қарайды. Кировтің, Воловодскінің ағаштары сапасы өте нашар болады. Елка нені араластырып кетеді. Елка дейтін қазір көрсетсем, елка дейтін тағы бір түрі бар. Мынаның 10,5-тің елка түрі. Олар әші арзан болады. Сухостой сияқты качествосы жақсы болады, бірақ арзан болады. Біздің екі базының ортасы. Бірінші базы коттедж, сары коттедждің екінші жағы, біздің екінші базы. Қызықтырса мына АГП бәрі сатылады. Міне елка. Елка дейтін мына тартсалары қап-қара болады, мынандай кесілген жерлердің қап-қара болып кетеді, мына біріншіден ескіріп кеткен ағаш. Сосын тұрған сайын, күн сыған сайын майса береді, желеп жеп. Мынаның бәрі бұратылып кеткен, бейт жағын просто товарный вид жасап қойған, конкретный товарный вид жасап қоймыз. Түсінікті болу үшін көрсетіп жіберейін. Міне қисық-қисық болып майысып бітеді шаруасы. Айырмашылығы сол. Асина дейтін тағы ағаш бар, оның сорты вообще басқа. Асина дейтін қазір бізде жоқ.